Ассалаумағалейкум, ардақты Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда әдеттегідей көкпар бағдарламасы. Бұл көкпар Шымкент қаласында өткен мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровты еске алуға арналған ересектер арасындағы халықаралық турнир екенін айта кетейік. Қараша айында Оңтүстік Қазақстан облысының орталық ипподромында жалауын желбіреткен жарыс болатын. Міне, өз мәресіне де ақырындап таяп келеді. Дәл осы ойыннан кейін финалдық бәсекеде өнер көрсететін командалар белгілі болады. Сондықтан өте тартысты бәсеке болуға тиісті. Сонымен бүгін өнер көрсететін командалар сіздердің алдарыңызда тұр. Нарын көкпар командасы Атырау облысы және Ақтөбенің Тайбурул көкпар командасы. Әуелі сіздерге Нарынның тізіммен таныстыра кетейік. Ерал Тойчиев, Рауан Жарменов, Мейіржан Жарменов, Алтынбек Ибрагимов, Ағабек Бердіқұлов, Нұрболат Бөлеген, Серік Қарагөзиев, Мейірбек Болысбек, Әділхан Уайдашев, Алмат Жүнісов, Арман Айтымбетов, Жасұлан Айтбай. Команданың жетекшісі Руслан Қырымбаев, ал команда жаттықтырушысы Таңат Күмпейісов. Мінекей, Тайбурул көкпар командасының тізімі де сіздердің экрандарыңызға шықты. Мағжан Ахетов бастайды, Бердіғали Жәкішев, Темірхан Иманғалиев, Мейрамбек Алиев, Нұрлан Бодай, Самат Әбир, Шыңғыс Бошанов, Нұрала Бұздаев, Шымболат Тұрдубай, Серік Мырзашев, Алмасбек Кенегес, Сейділлә Дәулет. Міне дәл осы тізімде өнер көрсетеді бұл жігіттер. Ал команданың жетекшісі Ақтөбе облыстық ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры Бақтияр Төлеуов, команданың жаттықтырушысы әрі ойыншысы Нұрлан Бодай, ортадағы төреші Бақытжан Төлегенов, қапталдағы төрешілер Жанбатыр Бекмұсаев, Бейбіт Салмаев және Зиябек Жеткеров. Міне осы азаматтар бүгінгі ойынға әділ төрелік жасайтын болады. Әдеттегідей қос команда бір-бірімен жүздесіп, сәттілік тілескеннен кейін ортадағы төрешінің пәрменімен ойын басталады, серкек шеңберге тасталады. Жалпы екі команда туралы айтатын болсақ, әрине Ақтөбенің Тайбурул көкпар командасы өте жас командалардың бірі, әрі бірегейі. Ал Нарын көкпар командасы соңғы жылдарда өте қарқынды өнер көрсетіп жүрген және командасында өте мықты жігіттерден жасақтаған бірден бір еліміздегі командалардың бірі десек шатаспаймыз. Себебі соңғы 2 жыл қатарынан чемпионаттарда болсын, осындай үлкен турнирлерде болсын, Атыраудың Нарын көкпар командасы финалдық ойындарда өнер көрсетіп жүр. Міне қазір Нарын көкпар командасының жігіттері бірден серкені тақымға басқан сәтіне куә болып отырсыздар. Сонымен қазандықтың түбіне жақындаған сәтке де келіп жетті. Әрине, бұл ақтөбеліктер үшін өте қауіпті сәт. Салым болар ма екен? Міне тамаша. Әдемі тасталған салым, әдемі көрініс, алғашқы есеп ашылды. Бұл салымның авторы Жасұлан Айтбай. 12-ші нөмірдегі Нарын көкпар командасының ойыншысы. Серкен жерден көтеріп, қазандықтың түбіне дейін алып барған болатын. Әріптесінің командалық көмегімен алғашқы есепті осылайша ашып отыр. Жасұлан Айтбай өте жас шабандоз, 1997 жылы туған. Астындағы тұлпарын Қира деп атаған екен. Мінекей ойынның алғашқы сәттерінен ақ, алғашқы шабуылынан
бірінші салымда салып отыр. Тамаша. Жалпы Атыраудың жігіттерінен жасақталған команда деп айтуға болмайды. Бұл команданы спортта легионер дейтін ұғым бар, өздеріңіз жақсы білесіздер. Оңтүстік Қазақстан облысынан, Жамбыл облысынан бір жігіттерді команданың сапына алған, өнер көрсетуде. Қазір міне Мағжан Ахетовтың тақымында Серке. Ақтөбе облысының ең белді ойыншыларының бірі. Тура қазандықтың түбіне келген кезде қарсыластарының Серкеге жапса кеткенін көрдіңіздер. Қазір ойын алаң сыртына шығып кетер ме екен? Аттың тізгінін тарту керек бері қарай. Не дегенмен де Мағжан өзінің жас палуан екенін көрсетіп қойған сияқты. Осында әрине кішкене тәжірибесі аздау деген сияқты Нарын көкпар командасының жігіттеріне қарағанда десек те өте тартыста ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Әлде болса Серке ақтөбеліктердің тақымында, алайда ойын алаңның сыртына шығып кетті. Әттеген-ай, дегенмен ортада жекпе-жек, сондықтан мүмкіндік бар. Мейрамбек Болысбек және Темірхан Иманғалиев ортадағы жекпе-жекте өнер көрсетуде. Мейірбек Болысбек еңкейіп жерден серкенілуге тырысқанымен қазір жерден көтере алмай қалды. Ал ол сәтті Темірхан Иманғалиев те сәтсіз пайдаланды. Серке ортадағы шеңберден шықты. Әрине ортадағы жекпе-жекке шыққан көкпаршылар сүйреп шығарды деуге толықтай негіз бар. Дегенмен Атыраудың жігіттері қазір Серкені тақымға басты. Қазандықтың түбінде Нарын жігіттерінің шабуылы ақтөбеліктер үшін әрдайым қауіпті екенін ескертейік, өйткені өте мықты командалардың бірі деп сөз басында айттық. Қазандықтың түбіндегі айқас әлде жалғасып жатыр. Қазір екінші нөмірдегі Рауан Жарменовтың тақымында Серке. Оған жабысқан 6-шы нөмірдегі Самат Әбиір, Ақтөбенің Тайбұрыл көкпар командасының ойыншысы. Міне дәл Серкені қазандықтың түбіне келіп тастауға ыңғай білдірген кезде қорғанысы да күшейіп кетті ақтөбеліктердің. Қақпайлап мінекей Серкені қазандықтан алыстатты. Бірақ бұл қауіптің бетін қайтардық деген сөз емес. Әлде болса талас жүріп жатыр. Серкені қақпайлап апарып ойыншымен бірге көкпар алаңның сыртына шығарып жүруге талпынған ақтөбеліктердің бұл әрекетінен ештеңе шыға қойған жоқ. Әлде болса Серке Нарын көкпар командасының шабуылшыларының тақымында. Мінекей әдемі өтті қазір қазандықтың түбіне қарай. Қорғаныста аз және салым салуға мүмкіндік және салым ардақты ағайын. Өте тамаша. Бірлесіп жұмыс жасаған командалық ойынды осылайша көрсетіп отыр Атыраудың жігіттері. Бұл салымның авторы Алтынбек Ибрагимов, 1986 жылы туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Бөдене деп атаса керекті. Есеп 2-0. Атыраудың Нарын көкпар командасы алды. Бақытжан Төлегеннің ысқырығы естілді. Демек, шеңберде жатқан Серкені ала беруге рұқсат. Және Атыраудың жігіттері қалай қазір қағып кеткенін көрдіңіздер. Жерден Серкені сілке тартып тақымға басып алған
Атырау облысының палуаны, шабандозы Жасұлан Айтбай болуға тиісті. Қазандықтың түбіне келген кезде аттың жылдамдығын кішкене бәсеңдеткен және салым салуға мүмкіндік, бірақ Мағжан Ахетов мінекей. Бұл жерде тамаша қорғаныс жасады. Серке ешкімнің тақымында емес, кәдімгідей қолдан қолға өтіп жатыр және салым. Өте тамаша. Міне тартысты ойын. Бұл салымды салған Мейіржан Жарменов. 1988 жылы туған шабандоз. Астындағы атын Бурул деп атапты. Мінекей қатарынан 3-ші салымға осылайша қол жеткізіп отыр Атыраудың жігіттері. Көрдіңіздер ғой, тамаша тартыс, сәл ғана қателік. Бұл жерде атыраулықтардың тарапына бір салым жазды. Сондықтан мейлінше ждақаттықпен Серкеге жабысқаннан кейін соны аяғына дейін ойнатып, мүмкіндігінше өз тақымына басып алғанша тырысуға тиісті ойыншылар. Әйтпесе, дәл осындай жағдай өте жиі қайталанатын болады. Мейірбек Болысбек пен Нұрлан Додайдың арасындағы жекпе-жек. Жалпы Нарын Көкпар командасының тарапында Мейірбек Болысбек, Серік Қарагөзиев, Ералы Тойчиев сынды жігіттері көбінесе осы жекпе-жекте өнер көрсетеді. Бірақ дегенмен де қос команданың арасынан да жекпе-жекте ерекше көзге түсіп, аттың денесімен қарсылас атты жауып тұрып, еңкейіп жерден Серкені көтеріп, тақымға бірден басып, алаңнан шығып шабуылға қарай ұзап атқан шабандоздарды көріп отырған жоқпыз. Яғни жекпе-жекке қос команданың жігіттері де әлде болса аса бір қатты дайындықтары жоқ деген сөз сияқты. Міне Ақтөбе облысының Тайбурыл Көкпар командасының палуандары Алмазбек Кенегес қазір Серкені жерден көтеріп тақымға басқан. Бірақ бағытынан жаңылып қалған сыңайлы. Иә, Серке ойын алаңның сыртына шығарып алды Серкені. Демек, ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Тағы да Мейірбек Болысбек және оның қарсыласы Нұралы Бұздаев. Нұралы Ақтөбенің шабандозы, Мейірбек Болысбек Нарын Көкпар командасының ойыншысы екенін айта кетейік. Міне жекпе-жек енді қыза түскен секілді, еңкейгенімен ешқандай нәтиже болмады. Міне, Мейірбек Болысбек Серкен жерден еңкейіп, тақымға басуға әрекет жасауда, бірақ ойын алаңның, яғни ортадағы шеңберден шығып кеткен кезде барып, жерге түсіріп алып жатыр. Білек күшінің аздығы десек пе, әлде тәжірибенің жетпей тұрғанын десек, осында бір толықтай негіз бар сияқты. Ағабек Бердіқұлов қазір Серкен жерден көтеріп, тақымға басып алған. Бірақ Тайбурыл жігіттерінің Тайбурылша тулап кеп аттары қақпайлап алдына шығып алған сәтін көріп отырсыздар. Қазандықтан өтіп кеткенміз. Әлде болса Серкеге талас жүріп жатыр. Ағабек Бердіқұлов өзінің
бұл шабуылда салымға жеткізе алмайтынына көз жеткен болу керекті. Командалық әріптесіне ұзатқан. Міне Атыраудың жігіттері өте тамаша бір-біріне ұзатып керемет өнер көрсетті. Ералы Тойчиевтің тақымында Серке. Өте талантты әрі тәжірибелі ойыншылардың бірі. Бірақ алдына өңгері болған Серкені бермей жүр. Көрдіңіздер ме, қандай ептілік, қандай күш. Қайтадан Серкені тақымға басып алды. Кері бұрылған сәті және ашықтан ашық Қазандыққа жақындаған кезді көріп отырмыз. Неге жылдамырақ шаппайды дейтін сұрақ туындауы мүмкін, дегенмен ойын алаңында жүргеннен кейін бұл әрине қиын. Серкені бірден кеп тақымдан шығарып Қазандыққа тастағанымен бұл жерде Шыңғыс Бошанов тамаша өнер көрсетті. Ақтөбелік балуан. Қайтадан Атыраудың жігіттері тақымға басты Серкені. Нұрлан Додай жармасқанды көріп отырмыз. Міне қазір алып қойуға шақ қалып тұр. Бір қолмен емес, қос қолмен тарту керек. Тақымды қосу керек бұндай кезде. Әйтпесе, дәл осындай жағдай болады. Рауан Жәрменов мінекей. Серкені қолдан жұлып алудың қаш шебер екенін өздеріңізді жақсы білесіздер. Тең ойын енді басталған сияқты. Десек те Атырау жігіттерінің тәжірибесі молдау екені көрініп ақ тұр. Серкені ойын алаңның сыртынан шығарып алды. Ортада енді жекпе-жек сайысы өрбейді. Бұл жекпе-жекте кім шығады екен? Тағы да Мейірбек Болысбек сияқты және оның қарсыласы Мағжан Ахетов. Бірінші нөмірдегі Ақтөбе облысының ойыншысы Мейірбек Болысбекке енді ғана дұрыс жекпе-жек шыққан сияқты. Қазандықтың қасына зулап бір өтіп айналып кеп тастауға машықтанған ойыншы болуға тиісті. Мінекей Серкені Қазандыққа тастар сәтте Ақтөбелік жігіттердің қалай қорғана білгенін өздеріңізде көрдіңіздер. Құдды бір футбол ойнап жүрген сияқты бұл жігіттер. Ақтөбеліктердің қазандығында қауіп бар. Қайта-қайта Серкені Қазандыққа тастауға ыңғай жасағанымен атыраулықтар Ақтөбенің жігіттері қорғанысын тасқамал еткен. Қай жағынан келсе де айналып сол жағында тұра қалады. Нарын Көкпар командасының палуандардың тақымы тас екенін осы жерден байқауға болады жарағай. Қазір Арман Айтымбетовтың тақымында Серке және бұл салым боқпалау қауіпі де бар. Өткені қарқындары өте қатты. Ақтөбенің жігіттері де берілер емес. Қараңыздар, қандай тартысты ойын және ашылған сәт сияқты. Серкені тақымнан шығарып көтеріп алуға мүмкіндік бермей жатыр. Енді шықты және қараңыздар, қандай тамаша ойын, қандай тартысты бәсеке. Дәл Серкені қазандықтың жиегінен ұстап қап еді, бірақ атынан сыпырылып түсіп қалды Ақтөбе облысының ойыншысы. Нәтижесінде салым. Бұл салымның авторы ардақты ағайын Арман Айтымбетов, 11-ші нөмірдегі Нарын Көкпар командасының ойыншысы, 1987 жыл туған шабандоз. Басындағы тұлпарын торы қара деп атаған сияқты. Мінекей бірінші кезеңнің аяқ жағында осындай тамаша бір салымға қол жеткізіп отырған. Кәдімгі жан таласып салған салым болды. Ақтөбелік балуандардың қараңыздар тартыс жан жақтан қол созды. Қабат деген ай, бұл жерде
аты қозғалып кетпегенде бәлкім салым болмас еді. Кім білсін. Серке кіші шеңберде есеп 4-0. Нарын Көкпар командасының жігіттері алда. Ортадағы кіші шеңберде жатқан Серкеге талас. Көкпар ережесіне байланысты 1 минуттың ішінде жерден көтерілуге тиісті. Бұл Серке егер жерден көтерілмесе 1 минуттың ішінде, онда ортада жекпе-жек сайысы болады. Мінекей Ақтөбенің жігіттері Серкені алуға ұмтылғанымен де Атыраудың балуандары бірінші болып іліп кетті. Дегенмен бірінші кезеңге берілген 20 минут аяқталды. Есеп 4-0. Нарын Көкпар командасы алда. Екінші кезең бұдан да тартысы өтеріне сенім бол, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар ағайын. Қазспорт телеарнасының эфирінде Көкпар бағдарламасы. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл Атырау облысының Нарын Көкпар командасы мен Ақтөбе облысының Тайбурул Көкпар командасы. Дәл осы ойында жеңген ұжым үшінші орын үшін таласатын болады. Әзірге Үшқоңыр командасы Алматы облысының үшінші орында, яғни үшінші орын үшін өз қарсыластарын күтіп тұр. Ал финалдық бәсеке Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер Көкпар командасы мен Жамбыл облысының Әулиеата Көкпар командаларының арасында өрбейтін болады. Міне тартыс, міне бәсеке. Бір күтші шүйірілгенде болсын айту керек шығар. Ақтөбеліктердің тақымында Серке және 7-ші нөмірдегі Шыңғыс Бошанов қазір Серкені тақымға басып, аттың басын кері бұрып, қарсыластарының қазандығына салым салуға беттеген сәті, және әдемі өткенде көрдіңіздер дәл қазандықтың түбінде, бірақ сәл ғана жылдамдық жетіспей қалды. Серкені жерде, яғни тақымнан шығарып үлгергенімен де қазандыққа тура бағыттай алған жоқ. Әлі де тартыс қалай қағады, қараңыздаршы. Ақтөбеліктер өз шабуылшыларына, яғни Шыңғыс Бошановқа қазір жол ашып беруге бар ыңғайды жасауда. Дегенмен бұл әрекеттерінен әзірге айтарлықтай нәтиже көріп отырған жоқпыз. Әдемі тартыс. Серке ешкімге де бұйырған жоқ. Ойын алаңның сыртында қалды. Ортада жекпе-жек сайысы. Мейірбек Болысбек пен Мағжан Ахетов. Мағжан Ахетов барынша ыңғай жасауда Серкеге еңкеуге, бірақ Мейірбек Болысбектің астындағы жекпе-жектің аты да мықты болғанға ұқсайды. Әзірге екінші кезеңде ешқандай да есеп ашылған жоқ, бірақ бұл қауіпті шабуыл болуға тиісті. Атырау облысының ойыншысы жалғыз өзі қазандыққа қарай беттеп барады. Қазір алдына өңгеру керек. Дәл қазандықтың түбіне келген кезде Серкені тақымға басқан жарамады. Алдына өңгеріп алып, тамаша булит жасауға мүмкіндік бар еді. Әттеген аймен шектелеміз. Одан келер қайран жоқ. Серке қазандыққа тасталды және тамаша салым.
Міне атыраулықтар осынысымен ерекшеленеді дейді. Бұл салымның авторы Мейірбек Болысбек 8 нөмірдегі жекпе-жек өнерінің хас шебері және шабуылшысы Нарын Көкпар командасының 1995 жыл туған өте жас шабандоз, астындағы тұлпары найза. Мінекей екінші кезеңдегі атыраулықтардың алғашқы шабуылы да осылайша тамаша салыммен аяқталды. Есеп 5-0. Тағы да атыраулықтар Серкені жерден көтерген болатын, бірақ Тайбұрыл Көкпар командасының жігіттері қақпайлап, қағып отырып, Серкені ойын алаңның сыртына ығыстырды ойыншымен бірге. Нәтижесінде жекпе-жек Мейірбек Болысбек, Шынболат Тордыбай ортада өнер көрсетуде, және Мейірбектің тағы да Серкеге келген сәті, бірақ бірден Серкені жерден көтеріп алуға қауқары жетпей тұр. Енді сәл ғана көтеріп тақымға баса кету керек, және басты командалық әріптесіне ұзатуға ниет білдіріп жатыр. Міне қараңыздар, Ералы Тойчиевтің тақымында Серке. Алдына өңгеріп алды, булют жасауға мүмкіндігі бар. Бірақ ақтөбеліктердің жеткенін көрдіңіздер, және қазандықтың түбінде енді салым салу керек. Және тамаша салым. Керемет. Ералы Тойчиев 1980 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпары Барыс 6-шы салымға қол жеткізді. Атыраулықтардың қоржынында 6 салым. Ералы өзінің өте тәжірибелі ойыншы екенін көрсетті осында. Қорғаныстан әдемі өтіп барып, асықпай Серкені қазандықтың дәл ортасына топ еткізді. Ат үстінде ойналатын ұлттық спортымыздың ең күрделісі де осы. Әрине, қызығы қиындығынан қарағанда мол. Мейірбек Болысбек мінекей Серкені жерден көтеріп қазандыққа қарай шауып келе жатқан кезі, және тамаша ашылды. Бірақ ақтөбеліктер қаптап жан-жағынан қаумалап алған. Міне қазір Мейірбек Болысбек Серкені тақымдап қазандықтың түбінде, бірақ командалық әріптесіне берді қазір Серкені, және ашықтан ашық келді. Бұл салым болмаса ұят болады шығар енді. Және тамаша салым. Ақтөбеліктер өз кінәлары енді. Расымен де қорғаныста босаңсып қалды. Серік Қарагөзиев 1984 жыл туған шабандоз, жоқ жерден әдемі салым сатып кетті. Нағыз көкпар бәсеке, командалық ойын деген осындай болуға тиісті. Астындағы тұлпарын Ақжайық деп атапты. Атыраудың командасы болғаннан кейін түсінікті жағдай. Екінші кезеңнің бел ортасынан астық. Ақтөбеліктерге әрине өкінішті 7 салымда қуып жету. Қалған 7-8 минуттың ішінде үлгер алмайтын дүние, қанша тырысқанмен де. Дегенмен тым болмағанда 1-2 салым салуға мүмкіндіктері бар.
Алайда біз қазір тек атыраулықтардың шабуылынан көз ашпай отырмыз. Ақтөбеліктердің жаңаға бір салымы тек есте ғана қалып қойған жағдайы бар. Қазандықтың түбіндегі арпалыс және Серке Қазандыққа өте жақын және салым. Тамаша. Бұл салымды салған Нұрболат Бөлеген 1995 жыл туған шабандоз. Астында тұлпар Байғасқа. Мінекей Атырау облысының ойыншысы. Екінші кезеңнің 34 минутында Байғасқа дейтін тұлпарымен 8-ші салымды Атыраудың қоржынына салып отыр. Жалпы, ардақты ағайын, бүгінгі бәсеке барысында ең алғашқы салымды Жасұлан Айтбай салған болатын. Алтынбек Ибрагимов, Мержан Жарменов, Арман Айтымбетов, Мейірбек Болысбек, Ерал Тойчиев, Серік Қарагөзев және Нұрболат Бөлеген. Байқасаңыздар, бір адам екі рет қайталанған жоқ. Яғни команданың барлық мүшелері дәл осы ойынға ерекше атсалысып, және барлығының деңгейлері бірдей ойыншылар екенін дәлелдеп жатқан сияқты. Команда дейтін осылай болуға тиісті. Ақтөбеліктер Серкені андасында бір көтерген кезде ойын алаңының сыртына шығарып алып жатыр. Әрине жас команда ғой. Оның үстіне тек Ақтөбенің жігіттерінен жасақталған команда екенін де айта кету керек. Сондықтан қазіргі жасап жатқан жұмыстары да өте ерекше. Жастар арасында Ақтөбенің Тайбурыл көкпар командасы өте мықты өнер көрсетеді. Өткен жылғы чемпионатта финалға дейін жеткенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан олардың болашақтары өте жарқын және атыраулықтардың тағы да бір салымы. Бұл салымның авторы Жасұлан Айтбай ардақтар. Қира дейтін тұлпарымен 1997 жыл туған шабандоз. Осылайша ойынның соңғы сәттерінде тамаша бір салымға қол жеткізіп отыр. Енді ардақты ағайын Нарын көкпар командасы дәл осы жеңісінен кейін 3-ші орын үшін болатын Алматы облысының Үшқоңыр командасына қарсы өнер көрсетеді. Сондықтан ол өте тартысты ойын болуға тиісті. Өйткені қос командада бір-біріне тегеурінді қарсылық білдіре алатын командалар, күштері деңгейлері тең. Сондықтан біз өте қызықты ойынның куәсі болуға баршаларыңызды шақырамыз. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алған сияқты. Ортада жекпе-жек сайысы болуға тиісті. Бақытжан Төлегеннің баста деген пәрменін көрдіңіздер. Мейірбек Болысбек пен Шымболат Тұрдыбай жекпе-жек алаңында өнер көрсетуде. Есеп 9-0. Атырау облысының Нарын көкпар командасы қарсыластарын ойсырата ұтып келеді қазір. Міне жетекке алып ақтөбеліктер шабуылға шықты. Соңғы сәттерде бір салымға қол жеткізсе қанекей. Міне қазір қазандықтың түбіне де келіп жеткен сияқты, бірақ дәл салым салатын кезде жерге түсіріп алды. Бұдан кейінгі бәсеке бізде шеңберде өтетін болады. Бұл қазандықпен өтіп жатқан
әзірге шығар бәлкім. Соңғы бәсеке, соңғы турнир. Сондықтан жерге ойналса ақтөбеліктердің мүмкіндігі жоғары болады деген сөз. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алды. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы. Көкпар бәсекесінің ойынның жалпы ережесіне байланысты 2 минут уақыт беріледі. Ортадағы жекпе-жекке 2 минуттың ішінде көтерілмесе, онда атты адамды ауысатын болады. Қазір Ақтөбенің палуандары Серкені жерден көтеріп тақымға басты. Бұл әрине Мағжан Ахетов болатын. Әдемі тоқтаған сәті, қазір шабуылға шықты және жалғыз өзі кетіп бара жатады. Қақпайлап, мінекей алдынан жауып алды барлығын, және бұл салым емес, өйткені төрешінің ысқырығы естілді. Осылайша бәсеке аяқталды ардақтағай. Нарын көкпар командасы мен Ақтөбенің Тайбұрыл көкпар командасының арасындағы бәсеке осылайша аяқталды. Бәлкім төрешінің ысқырығы тым болмағанда бір 10 секундқа кеш естілгенде Мағжан Ахетовтың орындауында бір салым болушы еді. Өкінетін түкті жоқ, әлі жарыстар алда, өте жас ойыншылар. Сондықтан біз ақтөбеліктерден де алдағы уақытта өте көп жеңістерді күтетінімізді жасырмаймыз. Қорытынды есеп 9-0, Нарын көкпар командасы жеңіске жетті. Бұл ардақтағы ағайын Қазспорт телеарнасындағы ұлттық жоба, ұлттық спорт көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Жарқын Барақбаев, комментаторы әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Аман сау болыңыздар.